діни радикализмнен халқымызды қорғайтын қанымызда алмас қылыш бар. Ол біздің ұлттық дәстүр салтымыз. Ғасырлар бойы шыңдалып, елімізге сіңген дәстүр салтымыздың омыртқасында кішінің үлкенге, ағаның ініге, баланың ата-анаға, ер адамның әйелге деген қатынасында мейірімділік, сабырлық, кішіпейілділік, ұстамдылық, ынсап деген имандылықтың түп тамырын құрайтын ұғымдар жатыр. Егер салт дәстүрімізді қастерлесек, тәрбиенің қылыш қалғаны осы. Екіншіден, діни ағартуды дамыту керек. Қалай, қашан келген дін, қай дін? Дін тарихы діни ағарту пәндері арқылы мектептен бастап зерттеу артық болмас. Жастарымызға менің ойымша сонда ғана дінді еркін түсінуге, жете түсінуге саналы жол ашылады.